25 жыл бұрын маслихаттар құрылған кезде елімізде мемлекеттік органдардың жаңа жүйесі қалыптаса бастады. Содан бері маслихаттардың жергілікті мемлекеттік басқарумен өзін-өз басқару жүйесіндегі алатын орны мен маңызы жыл өткен сайын арта түсуде. Маслихат депутаты деген кім? Шығыс Қазақстанның билік құрылымдарында сайлаушылардың құқықтық мүддесін кім қорғайды? Шығыс Қазақстан облыстық маслихатының депутаты Марат Құрманбаев Семей қаласында дүниеге келген. Жерлестерінің проблемалар туралы хабардар. Ол 1985 жылы Жоламан кентінде көше комитетінің төрағасы болып сайланды. Семей қалалық кеңесінің депутаты болды. Сол кезде туған кентінде алғашқы қазақ орта мектебін салу мәселесін көтерген болатын. Мен 30 жыл болды дедім ғой, соның ең бірінші біз Жоламаннан депутат болғанда ең бірінші біз көтерген мәселеміз ана жол үстінде кетіп бара жатқан зират ата-бабамыз жатқан, соны қоршадық. Өйткені өлі разы болмайды, тірі байымайды дейді. Содан кейін бізде тағы проблема болды, жаңа су мәселесі, электр шамы, соны жасадық, жол мәселесін жасадық. Содан кейін үлкен тағы бір проблема ол мектеп. Өйткені біз өзіміз сол жерде Жоламанда тұрғанда біз анау орталық былай айтқанда жаңа Семейге 2-3 автобуспен келетінбіз. Соның бәрі өтіп кетті, соны мектеп салу мақсат болды. Соны біз осы жерде атқару комитетінде сол жүргенде көтердік, ана шеше алмағаннан кейін біз енді статья, ол кезде социалистік Қазақстан дейді, Жоламанға жанашыр бар ма деген статья жаздырдым. Сол ол кезде ЦК сол жерде қарап бюрода бұл қандай сұрақ неге шешілмейді деп, содан кейін ол кезде біздің облыстың басшысы Кешірім Бастаевич бұған сол кісі осы жерде қарап, облыстан бюджеттен сырт ақша тауып, сол мектепті салдырды. Сол мектеп Совет өкіметінің ең ақырғы салған мектебі. Осы ана жылдары біз оның 25 жылдың 26 тойладық. Марат Құрманбаев өзінің депутаттық міндетін бұлжытпай орындайды. Елді мекендерді аралап тұрғындардың мұң-мұқтажын тыңдайды. Халық қалаулысының айтуынша кез келген мәселені 100 рет естігенше, бір рет көрген артық. Менің жұмысым, мен ауылдарға өзім округтеріме шығамын. Халық және де маған өздері келеді. Мені біледі, қай жерде отырғанымды бәр уақытта келіп отырады. Біз халықпен өзімнің айтуымда сайлаушыларымыздан басқа, дағы басқа жұмыстарды біз бүгін күнде қолымыздан шешіп жатырмыз. Шығыс Қазақстан облыстық маслихаты депутаттық корпусының барлық шақырылымындағы мүшелерінің қатарына іргелі жоғары оқу орындарының ректорлары, түрлі медициналық мекемелердің бас дәрігерлері, облыстық заманауи жоғары технологиялық өндіріс басшылары, мұғалімдер, кәсіподақ қызметкерлері, металлургтер кірді. Өндіріс көлемі үлкен ірі кәсіпорындардың басшылары да бар. Олардың көпшілігі облыс экономикасының дамуы мен әлеуметтік саласына елеулі үлес қосып келеді. Облыстық маслихаттың жас депутаты, бизнес-вумен Альбина Ахметова өз күнін цехта аралаудан бастайды. Роза киіз басу комбинаты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1991 жылы құрылған. Уақыт өткен сайын тұтынушылардың сұранысы мен талғамы өзгерді. 1999 жылы кәсіпорын қайта құрылып, 10 жылдан кейін толық жаңғырту басталды. Өндіріс бұл күрделі процесс, сондықтан жете көңіл бөлу мен мол инвестицияны талап етеді, дейді Альбина Ахметова. За последние 4 года обновили. 4 жыл ішінде әлемдік стандартқа сай келетін Германия, Үндістанда жасалған станоктарды сатып алдық. Қазір бізде дайын өнімнің 50-ге жуық түрі бар. Біз қазір тігін цехында тұрмыз. Бұл жерде кезден аяқ киім жасаймыз. Қазір біз отандық тауар өндірушілер реестрінде бармыз. Біз өз өнімімізді ірі зауыттарға, мұнай өндірісіне арнайы киім ретінде жеткіземіз. Көптеген кәсіпорындардың қажеттілігін өтейтін үлкен көлемде жұмыс атқарамыз. Кәсіпорынға қажетті жүн өңірдің шаруа қожалықтарынан сатып алынады. Өндірісте еңбек етіп жүрген 85 семейліктен өзге тағы 300-ге жуық фермер шикізат тапсырып тұрақты табыс табады. Қайта құрылып жаңартылған кәсіпорын бүгінде тың серпінмен алға басып келеді. Өткен жылы серіктестік ұлттық кәсіпкерлер палатасының іскер арнайы сыйлығына ие болды.
я как производитель смогла показать результат. Мен өндіруші ретінде нәтиже көрсеттім. Біздің қалада жұмыс жүргізіліп жатыр, және ол көрініп тұр. Біз қандай да бір орынға ие болдық. Сол кезде мені Нұр Отан партиясынан облыстық маслихат депутаттығына кандидат ретінде ұсынды. Мені сол кезде өз сайлаушыларым қолдады. Айтпақшы, 19-шы округ менің туып өскен жерім. Ондағы барлық мектептерді, әлеуметтік маңызы бар мекемелерді жақсы білемін. Қандай проблема бар екені де маған таныс. Қазір біз Семей қаласының әкімі Ермак Сәлімовпен және тиісті органдармен бірлесіп, тұрғындармен кездесу өткізуді дәстүрге айналдырдық. Заң бойынша жылына бір рет, бірақ біз жиі өткіземіз. Маслихат мақұлдаған барлық жобаларды сайлаушыларға жеткіземіз. Жақында маслихат депутаттары мен Семей қаласының даму стратегиясын мақұлдадық. Қазір біздің міндет бұл туралы сайлаушыларымызға жеткізу. Казахстан, там четко прописаны наши обязанности. То есть мы должны постоянно... Альбина Ахметова жоспарланған кездесулер, мемлекеттік бағдарламалар туралы әлеуметтік желі арқылы да мәлімет беріп отырады. Интернет ғасырында бұл халықты ақпараттандырудың ең жеңіл әрі тиімді жолы дейді депутат. Айтпақшы, халық қалаулылары аға ұрпаққа ерекше көңіл бөледі. Соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлері үшін мейрам кезінде мерекелік шаралар ұйымдастырады. Бір 1993 жылдың желтоқсанында ұзақ пікірталастан кейін жоғарғы кеңес Қазақстан Республикасының жергілікті өкілді және атқарушы органдары туралы заң қабылдайды. Бұл заңға сәйкес бірінші маслихаттар негізделді. Заңда облыс, аудан, қала аумағындағы халықтың өкілді органы маслихат, депутаттар жиналысы болып табылатыны көрсетілген. Айта кету керек, жергілікті өкілетті органдардың атаулары ғана емес, түбегейлі мән өзгерді. Маслихаттар депутаттар жиналысын жергілікті халықтың ойын еркін білдіретін және өз қызметін өз құзыреті шеңберінде дербес жүзеге асыратын мемлекеттік орган ретінде мойындады. 1994 жылы сәуірде маслихат сайлауы өтті. Шығыс Қазақстан облыстық маслихаты депутаттар жиналысына 35 депутат сайланды. Хатшы қызметіне ортақ шешім бойынша Павел Сергеевич Елисов сайланды. 1997 жылы бірінші шақырылған Шығыс Қазақстан облыстық маслихатының 13-ші кезектен тыс сессиясы өтті. Облыстық маслихаттың хатшысы болып, нөмірі 27-ші глубокое сайлау округінің депутаты Василий Иванович Ахаев сайланды. Прежде чем начинать, мы еще раз отрабатывали с председателями. Бұрын сессиялар 7 сағатқа дейін созылатын. Жұмысты жеңілдету үшін тұрақты комиссияның отырыстарын өткізгеннен кейін біз барлық комиссия отырыстарын өткізе бастадық. Мен оны қара сессия деп атадым. Оны мәслихат хатшысы жүргізді. Маған ыңғайлы болды, себебі мен барлық сұрақты, барлық шешімді білдім. Тек төрағалар сөз сөйлеуі тиіс еді. Келесі күні отырыс 2 сағаттың ішінде өтті. Бұл біз үшін үлкен жеңіс болды. Депутаттар сессияға дайындалып, халық алдында сауатты мамандар ретінде танылатын. Мәслихаттың үлкен бастамасы осылай басталды. Мы стали проводить заседания. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан күрделі таңдаулар алдында болды. Жаңа әлеуметтік экономикалық жағдайлар, нарықты экономика заңдарына сәйкес өмір сүру тәртібін өзгертуді талап етті. Осы жылдар ішінде халық қалаулылары әртүрлі жағдайда жұмыс істеді, қиындықты елмен бірге көрді. Перед тем, как стать депутатом, каждый депутат имеет свои наказы. Депутат болар алдында әрбір кандидат өзіне жүктелген міндеттерді жауапкершілікпен атқаруға тырысты. Бірақ сол жауапкершілікті орындау оңайға соқпады. Сол кездегі облыс бюджеті бар болғаны 45-47 миллиард теңге. Салық бойынша 12 миллиард және 2 миллиард теңге субвенция жинайтынбыз. Бұл ақшаға не істеуге болады? Дегенмен бірде-бір мектеп, бірде-бір медициналық мекеме жабылған жоқ. Жалақыны уақытында төлеп отырдық. Бір ғана мәселе болды. Ол зейнетақы қарызы. Біз зейнетақыға төлейтін 3000 теңгені таба алмадық. ТМК, ÖМЗ, Машзавод, Казцинк сияқты ірі кәсіпорындар жұмыс істей бастағанда ғана жағдайымыз түзелді. 3000 на пенсию. В то время была пенсия где-то от 3 до 4 тысяч.
Василий Ахаев Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының хатшысы болып 2012 жылдың қаңтар айына дейін қызмет етті. Құрметті демалысқа шыққанымен жұмыс азаймады. Ол Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшесі, Алтай біздің ортақ үйіміз халықаралық үйлестіру кеңесінің кураторы, Глубокое ауданының ардагерлер кеңесі президиумының мүшесі болумен қатар, жоғары оқу орындарында дәріс оқиды. Мереке қарсаңында Василий Иванович өз әріптестерін мәслихаттың 25 жылдығымен құттықтап шықты. Қазір Шығыс Қазақстандықтардың мүддесін 321 депутат қорғайды. Олардың 43 облыстық мәслихаттың құрамына кіреді. Әрқайсысының өз міндеттері бар. Тұрақты комиссиялар агроөнеркәсіптік кешен, экология, бюджет, өңірлік даму, этика мәселелерін қарастырады. Барлық шешімдердің орындалуын мәслихат хатшысы қадағалайды. Қазіргі кезде ол міндетті Владимир Михайлович Головатюк атқарады. Вот у нас отдельная исполнительная власть, представительная. Бізде атқарушы және өкілетті органдар бар. Әрине бұл биліктің екі тармағы, бірақ олар бір-бірімен байланысты. Ортақ проблемаларды шешеді. Біздің жұмысымыз көп болса, нәтижеде жақсы болады. Мәселен, Даниал Кенжетайұлы өкілетті немесе атқарушы органның сұрақтары деп бөлмейді. Мәселелерді тыңдап шешеді. Почему все мы стремимся и чем мы занимаемся? Барлық аудандық және қалалық мәслихаттар өз аумағындағы дербес өкілетті органдар болып табылады. Олардың арасында бағыну жоқ. Сонымен қатар облыстық мәслихат әрдайым аудандық және қалалық мәслихаттарға консультативтік көмек көрсетеді. Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының хатшысы Владимир Головатюк өкілетті органдардың қызметімен ғана емес, атқарушы биліктің жұмысымен де жақсы таныс. 2013 жылдан 2015 жылдың қыркүйегіне дейін ол Өскемен қаласы әкімінің орынбасары болды. Есть депутаты, которые очень глубоко знают вопросы. Аграрлық сектор мәселелерін өте терең білетін депутаттар бар. Олар халықты мазалаған сұрақтарды сауатты қойып қана қоймай, шешу жолдарын іздейді. Тіпті осы проблемалардың шешілуіне үлес қосады. И указать пути их решения. Шығыс Қазақстан облыстық мәслихат хатшысының пікірімен нөмірі 1 Өскемен сайлау округінің депутаты Зарина Қамасова да келіседі. Оның айтуынша, аймақ тұрғындары көбінесе тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен денсаулық сақтау саласына қатысты мәселелермен жүгінеді. Сказать, что какие-то большие глобальные вопросы решила не могу, но қандайда бір жаһандық мәселелерді шешіп бердім деп айта алмаймын. Біріншіден бұл сенім. Мен Нұр Отан партиясының мүшесімін ғой. Сайлау алды бағдарламаны құрған кезінде дәрігер ретінде қандай проблемаларды шешіп бере аламын деген сұрақ туды. Ахат Күленов, Жыланды кенттері жылдан жылға кеңейіп, адам саны көбейіп жатыр. Бірақ аурухана жоқ. Шағын медицина пункті ғана бар. Әрине, мен өз сайлау алды бағдарламама көтерілген мәселені енгіздім. Осы 3 жыл ішінде жоспарымызды жүзеге асыруға бар күшімізді салдық. Мен Даниал Кенжетайұлына үлкен рахмет айтқым келеді. Оның қолдауынсыз аурухана салынбас еді. мы собрали вместе с КМС-1, комитет местного самоуправления. Очень много вопросов, опять же, по жилью, по очереди на жилье. Тұрғындар әр кезде әкімдерге, сонымен қатар депутаттарға жүгінеді. Тұрғын үй бойынша әсіресе үй кезегіне қатысты көптеген сұрақтар бар. Адамдар неге наразылық білдіреді? Маған өтініш айтып, жетім балалар келді. Міне олар тізім бойынша 2 бөлмелі пәтерде иеленуі керек. Бірақ биыл қол жеткізе алмай отыр. Себебі биыл 3 бөлмелі пәтер саны артық салынған. Үйді кезек бойынша олардан кейін тұрғандар алған. Оларда сұрақ туындайды. Осындай жағдайда адамдарға дұрыстап түсіндірсең болғаны. Объяснят все. Да? Ну раз так получилось, следующая двухкомнатная будет твоя, ты получишь. Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының депутаты Олег Чернышев талдау және болжау институтын басқарады. Здесь на площадке института біздің диалог алаңымызда үлкен пікірталастар болады, түрлі мәселелер көтеріледі. Оқулықтар бойынша қамқорлық кеңестерін құру бойынша сұрақтар туындайды. Мұндай мәселелер өмірдің барлық саласын қамтиды және олармен айланысуға тура келіп отыр. Біз адамдарды осында келіңдер деп күштемейміз, адамдар өздері келеді. Жұмысшы, сарапшылар топтары бар, проблемаларды талқылап, кейін маған сұрақтарымен жүгінеді. Было обсуждение, да, с 1 января будет
Депутаттар көптеген мәселелердің шешілуіне түрткі болды десек, артық айтқандық емес. Мәселен, Аягөз қаласында жекеменшік балабақша, Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылында спорт модулі ашылды. Өңірдің балалар спорт мектептерінде құрал-жабдықтар жаңартылды. Депутаттар мұқтаж жандарға да тұрақты түрде демеушілік көмек көрсетіп келеді. Мектеп, балабақша, әлеуметтік мекеме аумағын абаттандыруға көңіл бөліп, өңір дамуына елеулі үлес қосуда. Мәслихаттың кезекті сессиясында Владимир Головатюк халық қалаулыларын құттықтап, мерейтойлық медальдар табыс етті. Сейітханов Бауыржан Маулитханұлы, номер 41 мақансыз